Ассалаумағалейкум. Бүгін ауылда гаражда Deo Gentra рулін ауыстыру керек. Көріп тұрғандарыңыздай ешқандай кнопкасы жоқ руль. Соған мына рульді салу керек. Тек қана салып қоймай, 90% кнопкасын істету керек. Бұйырса пістімлі деп ашып бастаймыз. Рульдің екі жағында мындай ашылатын жерлері бар. Осыны отверткамен ашамыз. Мына жағында да міне ішінде болт бар, соны шешіп, мына айырбакты шығарып алуымыз керек. Екі жағындағы болтты шешіп, алға қарай құлатамыз. Айырбактың мынандай фишкасының екі жағынан қысатыны бар. Осыны қысып, жоғары қарай көтереміз. Міне, осылай алынады. Сосын сигналдыкін де алып тастаймыз. Сосын болтты шешіп, рульді артқа қарай тартып аламыз. Аккумуляторды жаздырмаса да болады. Міне қосылып тұр аккумулятор. Руль бізде шлифтің шығатын жеріне тиіп тұр. Осы жерін кесіп, жоғары қарай көтеріп пайкілей жіберу керек. Асықпай отырып шығып тұрған пластмассты кесіп, жоғары қарай былай майыстырып қойдық. Негіз бізге керегі 6 провод. Мына жерде 7 жолақ бар. Оның ішінде мына екеуі подушкаға барады. Енді подушка істемейтін болады. Бұны ажыратып тастап, біз кнопкалерге қосамыз. Асты жағынан ажыратып тастадық. Мына қалған бос тұрғандарға асықпай отырып, біз енді провод пайкілеуіміз керек. Аралары қатты жақын болғасын, әрең пайкіленді. Міне былай пайкілеп қойдық. Енді шығатын жағына да осылай пайкілейміз. Кілтті салмай рульді бұрған кезде руль блокқа түседі. Ол бізге керек болмай қалады, өйткені біз пуш-старт саламыз. Қазір ашық тұрған кезде сол блокты алып тастау керек. Мына замоктың астында мына жерде мына бір 4 бұрыш нәрсе. Мына тырнақшаларды қашаумен екі жақ қарай ұрамыз. Сол кезде мынау төмен қарай түседі. Осының ішінде блок бар, соны алып тастаймыз да қайта крышкасын жауып қоямыз. Шлифтің екі жағына да проводтарын пайкілеп қойдық. Мына астыңғы жағын проводтары орнына салып, рульді де салып қойдық. Енді проводтарын қосып бастаймыз. Мына фишканы кесіп тастаймыз, рульдің өзінің фишкасын. Бұл бізде жарамайды. Сосын мынаның бәрін ашып бір-бірден қосып бастаймыз. Проводтарын шашып қойдық. Мына рульдің распиновкасы былай болады. Сол жақтан шыққан көк провод міне. Сосын екі жақтан шығып қосылған қоңыр мен қара міне үшеуін біріктіріп қойдық. Бұл бізде общий масса. Сосын мына серый бізде. Бұл серый екі жақтан да шыққан, бұл подсветканың плюсы. Плюс береміз. Общий кнопканың мына пуш-старттың подсветкасының бәрі осы жерден плюспен кетеді. Мына жақтан, сол жақтан шыққан ақ бізде кейбірге кетеді мафонға, кнопкалардың сигналы. Сосын бізде мына жақтан артында мынандай тартатыны бар еді. Осыған дальныйды моргать етін қосамыз ба десек, мына жағы істемей тұр екен. Мына жағы бізде істеп тұр, бірақ енді осы жағына қосып жібереміз. Сосын бізде мына кнопка дұрыс істемей тұр, қабылдамай тұр. Қазір көрсетем, бұл негізі бір ғана кабель кетеді, сигнал мына кабель. Бұл кедергі арқылы ана жаққа команда береді. Мультиметрді былай қостық, міне. Біреуін жаңа айтқан общий массаға, екіншісі міне сигнал беретін ақ проводқа қостық. Сонда бізде кнопканы басқан кезде мынандай кедергі көрсетеді. Бізден осылай өтеді кедергі. Осыны бізде мафон оқиды. Сосын соған қарай жұмыс істейтін болатын. Әр кнопканың өзінің кедергісі бар. Осы арқылы команда кетеді. Бірақ бізде мына кнопка істемей тұр, былай қарай өткізетін кнопка. Мына істеп тұр. Мына да істеп тұр. Минустан бастап өткізіп бастайық. Мына жерде біздің руліміз минусты дұрыс өткізбей тұрғасын, шлифтте минус тартамыз. Мына шлифттердің біреуінен минусты әкеп, мына жерге қатырып қоямыз да, содан бері қарай тартып кете береміз. Подсветкаге мынадан плюс аламыз. Фишкасын артынан шығарып қойдық. Патварник қосқан кезде бізде мін. Бұл бізде қоңыр ақ сызығымен. Мынаны бізге шығарып алу үшін тростардың артынан шешу керек. Соны шешпей ақ қойып, мына жерден біз кейбірді былай тартып алдық. Енді рульден келген мына бір проводты осыған қосамыз. Пуш-стартты қосу үшін мынандай реле жинап қойдық. Бұл вазаның артық тумаңғысының релесі. Сосын екі мынандай кәдімгі төрт аяқты реле. Екі лампа бізде біреуі замок үшін, екіншісі стартер үшін тұр. Қазір тексеріп көрейік. Бұл схемалар негізі интернетте бар, қарап алсаңыздар болады. Плюс-минусты беріп қойдық аккумулятордан. Енді кнопканы басамыз. Кнопка бізде міне. Кнопкадан минус берген кезде, міне қосылды. Өшті. Минусын бергенде біз мысалы бұл мына реленің жұмысы негізгі бір ғана команда береді.
команда береміз, бұл болды. Алып тастасақ та бұл қосылып тұра береді. Екінші команданы берген кезде бізде өшіп қалады. Енді от алу үшін бізде қазір бір ғана лампочка жанып тұр, бұл жерде міне. Мына астыңғысы ғана жанып тұр, мына бізде қосылмай тұр, бұл бізде стартер. Тормоз баспағанша стартер қумайтын еттік мына жерде. Екіншіден енді бізде тормоздан плюс келетін. Плюс ілдіреміз мына жаққа. Тормоз басылды деген команда берген кезде мына жақта ілдірдік. Тормозды басып, кнопканы басқан кезде бізде екеуі қосылып жанды. Жіберген кезде бізде тек замок қана ашық қалды. Стартер өшеді. Общий өшіру үшін тормозды жібереміз. Сосын кнопканы тағы да бір рет басамыз. Подушканы алып тастағасын бізде лампасы жанып қалады. Осын переделка жасау керек. Оның үшін шлейфтан кесіп алған подушканың фишкасының арт жағына мынандай резистор жалғауымыз керек. Бұл бізде подушка бар деп команда беріп тұрады. Бізге қажеттісі 2 мен 2,5 омның аралығында. Қазір бұлай байлап қойдық, осылай тексеріп көреміз, салып нормальный болып жатса, сосын пайкілейміз. Бұны тексеру үшін бізде мультиметрде 200-ге қоямыз, сосын тексеріп көреміз. Пайкілеп бұлай орап қойдық, міне. Ары қарай кететін міне өзінің фишкасына кигізіп қойып қоямыз. Міне осылай тұра береді. Проводтарын жинап қойдық. Енді тек сигналды қосып крышканы жапсақ болды. Мына жақта кнопкалар бізде өздігінен істемейді, бұны андроидпен біріктіру керек, оқыту керек. Оның үшін андроидқа кіреміз. Настройка. Рулевой деп тұр, осыған кіреміз. Әр андроидта әртүрлі шығады бұл. Мына жерден біз енді белгілеуіміз керек. Тек стартты басамыз. Сосын мына жерден дауысты көтеретін. Мына жақтан кнопканы бас деп тұр, кнопканы. Дауыс көтеретін кнопканы басайық. Мына қабылдады уже. Дауыс азайтатынды басайық. Мына жақтан дауыс азайтатын. Мына осылай қабылдап бара береді. Өшіретін дауысты. Астына түсейік, артқа қайтаратын. Мына жақта плейге біреуін қоса салайық. Пока тексеріп көргенше. Келесіге бізде мына кнопка мультиметрмен тексергенде мүлде істемей тұрады. Мына жаққа қабылдап тұр, демек сопротивлениесі өте төмен болған болып тұр. Қазір енді істеп тұр, тексеріп көреміз қазір. Осыларды бір тексеріп көрейік. Кірейік. Істеп тұр бәрі. Паузаны басамыз. Бұлай. Келесі өлеңге өткіземіз. Келесіне өтті, енді артық қайтарайық. Істеп тұр. Дауыс өшіреміз. Қабылдап тұр бәрі. Сосын бізде push start, тормозды басамыз, кнопканы басамыз. Машина оталып өшіп қалады. Өйткені бізде машинада immobilizer бар. Машинада автозаводы да бар екен, бірақ автозаводпен оталмаған. Өйткені иммобилайзерге обходчик қоймаған. Қазір біз кілтін салсақ, мына жерде кілтін саламыз. Кілті салдық, бұрамадық. Тормоз басамыз, кнопканы басамыз. Мына от алды. Жүргенде иммобилайзерге обходчик қою керек. Сосын кілтті соң ішіне тығамыз. Мына бізде подушканың да лампочкасы өшті. Кнопканы қайта бассақ, қазір машина өшеді. Обходчик иммобилайзер бізде Starline-дікі. Мындай коробка, ішіне кілтті саламыз. Чиви бар кілтті ішіне салып, жақсылап басып қоямыз мынаны. Сосын жабамыз. Мына жағында проводтар бізде. Мына серий антенна бұл. Антенна тағы бір антенна бар, мынандай қара антенна. Бұл прямо қолмен орап тастауға болады. Ал мына серий антенна, бұл дайын антенна. Бұны кілттің қасынан мына жерге апарамыз. Пока қойып қойдық бұлай. Мына жерде міне дайын антенна бұл.
Ал қалғаны бізде қызыл плюс, қара минус бізде. Сигнализацияда егер иммобилайзерге шығатын болса, минус канал шығатын болса, мына қараны сигнализацияға қоямыз, қызылды плюсқа ілдіреміз. Егер сигнализация жоқ болатын болса, постоянно қызылды плюсқа, қараны минусқа ілдіреміз. Басқа вариант болмайды ол кезде. Бәрін орын-орнына салып қойдық. Подсветкіден бастап көрсетейік. Жарықты өшірейін қазір. Подфарникті қосқан кезде міне подсветка жанады. Қатты көзді ауыртатындай жарық емес, әдемі болып жанып тұр. Кілт жоқ. Тормоз басамыз, кнопканы басамыз. Оталады. Подушканың лампочкасы да өшеді қазір. Өшті. Кнопканы бассақ, өшеді. Барынша толықтай түсіндіруге тырыстық. Түсінбей қалған жерлеріңіз болса сұраңыздар. WhatsApp номер қалдырып кетеміз, төменге WhatsAppқа жазсаңыздар да болады. Осымен бүгінгі аяқтайық. Видео ұнап жатса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.